Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге жан сая. Бүгін сіздерге ең дәмді, оп-оңай дайын болатын қазақтың ұлттық тағамы қамыр, яғни май қамырды көрсететін боламын. Ең алдымен қамырымызды илеп аламыз. Бізге керекті бір дана жұмыртқа, 300 граммдай су, дәміне қарай тұз. Тұзды кішкене татымдырақ етіп қосқанымыз дұрыс. Араластырып аламыз. Ұнымызды саламыз. Ұнымызды илеген кезде қаттылау қып илеуіміз керек. Жұмсақ қып илеп қоймаңыздар. Қаттылау болса қамырларыңыз әдемі жайылады және піскен кезде езілмей дана болып пісіп шығады. Қамырымызды міне илеп алдық. 5-10 минутқа қойып қоямыз. Бізге керекті картошка, керегінше пияз, ет, турап алдым ұсақтап, және сәбіз. Сәбізді аздау қостым, себебі біздің балалар онша көп жібермейді сәбізді. Кішкене ғана сұйық май құйдым, жарты ошаудай. Етімді қуырып аламын. Майды қыздырасыздар, сөйтіп барып етті саласыздар. Етімді қуырып алдым, кішкене үстінен пиязымды салам, пиязды да қуырып аламын. Менде ет тұздалған, егер сіздерде ет тұздалмаған болса, үстінен қуырып жатқан кезде тұз салып жеріңіздер. Қуырып алдым, енді үстінен картошкамызды саламыз. Турап алған сәбізімізді саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Дәміне қарай қарабұрыш саламыз. Кішкене ғана томат саламыз. Томатты көптеу салып жібермеңіздер. Томаттың дәмі алып кетсе, тамақтарыңыз, яғни подливтеріңіз дәмі білінбей қалады. Подливтің дәмі көптеу болып кетеді. Сол үшін көз мөлшермен аздау, сәл ғана қызарса болды. Араластырып аламыз, қуырып. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Светі әдемі болды, аз ғана қосқаннан кейін. Енді үстінен су құямын. Суды сәл ғана асырамын, себебі кішкене қайнап тартылады. Бір-екі лавровый лист, лавр жапырағын салып жерсеңіздер, әдемі болады тамақтарыңыздың дәмі. Қайнап жатқан кезінде бетін жауып, пәс отқа піскенше қоямыз. Енді қамырымызды жаямыз. Ұнымызды сеуіп, осылай қолдың жұдырығымен көмек беріп, домалақтап, кішкене жайып аламыз. Сосын барып оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырды екі шетін басыңыздар, қақ ортасына қолдарыңызды тигізбеңіздер, себебі ортасы жұқарып, шеті қалың болып қалады. Міне көріп тұрғандарыңыздай тек қана шетін басасыздар. Қатты күшпен баспайсыздар, жай ғана икемдеп басып, осылай жайып аламыз қамырды. Міне қамырды жайып алдым. Қамырды кішкене кептіріп аламыз. Міне жұқалығы осындай болды. Қатты қалың қылмадым. Қамырымызды кептіріп аламыз. Кептіріп болғаннан кейін қамырымызға ұн сеуіп, оқтаумен орап, бір тексетіп жаңағыдай сеуіп аласыздар ұндарды. Осылай кесесіздер, ыңғайлы болу үшін. Міне осылай бөліп алдым. Қазір қамырды кескен кезде ыңғайлы болуы үшін ортасына ұн сепкеннен кейін де
қамырымыз қатты жабыспайды. Әрі кішкене кепкен толарысып. Осылай ажыратып жібересіздер, шашырап тұру үшін. Барлық қамырымызды дәл осылай кесіп аламыз. Кесіп алдым, көріп тұрғандарыңыздай. Біздің подливіміз пісіп қалды. Енді 1-2 тіс сарымсақты, яғни чеснокты майдалап турап, үстіне салып, 1-2 қайнатып, өшіріп қоямын. Енді суымызды қазанға құйып, қайнаған соң қамырымызды саламыз. Суымызға тұз саламыз. Тұз салуды ұмытып кетпеңіздер. Подлив пен қамырдың тұзы бірдей болуы керек. Егер подливтеріңіздің тұзы татымды болса, қамырларыңыздың тұзын кішкене кемдеу алыңыздар. Егер екеуін де татым қылып алатын болсаңыздар, тамақтарыңыз тік болып кетеді. Қамырды салған кезде арасында осылай қозғап отырып, қамырды салыңыздар. Қамырларыңыз ыстыққа түскеннен кейін бір-біріне жабысып қалмас үшін. Қамырымыз қайнады. Көбігі тарқағанша қайнатып пісіріп аламыз. Егер көбігі тарқағанын білмейтін болсаңыздар, 1-2 түйір қамырларыңызды алып жеп көріңіздер. Таза піскенін көріп, байқап, шалғымен сүзіп аламыз. Салып алдым. Енді үстінен подливімізді құямыз. Тез, оңай дайын болады. Көп ет асқан секілді, өте дәмді болып шығады бұл да. Істеп көріңіздер, өте оңай тамақ. Біз осындай май қамырды жиі жасаймыз. Видеом ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Тіркеліп, қоңырау белгіні басып, сүйе дегенді басып қойыңыздар. Істеп көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.